Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Көпшіліктің сұрауы бойынша бүгін сметаник рецептімен бөліскелі отырмын. Үлпілдек, жұмсақ, керемет дәмді болып шығады. Тіпті қонақтарға келген кезде үстелге қоюға таптырмас пирогтардың бірі. Төменде жаңағы қажет ингредиенттерін көрсетіп кетемін. Менімен бірге болыңыздар. Алдыменен қамырын илейтін боламыз. Қамырын илеу үшін бір жұмыртқа. Жұмыртқаның үстіне қантымызды қосамыз да жақсылап түріп венчикпен араластыратын боламыз. Бұл жерде миксердің қажеттілігі жоқ, яғни миксерсіз осы венчикпен араластыруға болады. Кейін майымызды қосамыз. Қыздар, майымыз міндетті түрде комнаталы температурада жұмсақ май болу керек. Ол міндетті түрде. Венчикпен осылай араластырамыз. Тіпті венчик болмай жатса, яғни вилкамен де араластыруға болады. Осылайынан жақсылап тұрып венчикпен араластырасыздар. Май жұмсақ болғандықтан жаңағы ол тез араласады. Кейін ұнымызға қопсытқышымызды қосамыз. Қопсытқышымызды қосып, осы ұнды осы массаға қосып, жақсылап тұрып қамыр илейміз. Қыздар, қамыр ол жұмсақ қамыр болады. Аздап қолға жабысуы мүмкін. Сосын міндетті түрде бұл қамырды холодильникқа ең кемі 20 минутке қойып қоямыз. Ол кішкене суып, формасын жақсы ұстайтын болады. Міне осындай болады, қыздар. Формасын жақсы ұстап тұр. Аздап қана жабысқақ, бірақ қатты емес. Енді начинкасын істейміз. Ол үшін қаймаққа 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқаның үстіне сахарная пудрамызды қосамыз, және де крахмалымызды қосамыз. Крахмал міндетті түрде жүгері крахмалы болу керек, картоп крахмалы жарамайды. Және де осылайынан вилкаменен араластыру керек болады. Болды, біздің начинкамыз дайын. Енді формамызды алып, осылай нанымызды жайып шығамыз. Мен осылайынан қолмен жайып шығып алам барлығын. Шетін, бортиктарын да жасауға болады, жасамауға да болады, енді ол қалауларыңыз бойынша. Кейін вилкаменен осылай тесіктерді жасап шығасыздар. Вилкаменен тесіп, енді осының үстіне массамызды құямыз да 180 градуста 40 минутке қойып қоямыз. 180 градуста 40 минуттың ішінде ол өзі жақсы болып пісіп шығады. Міне осындай болды, төменде сарғайды. Содан кейін міне осындай жұмсақ болады туралған кезде. Қыздар, міндетті түрде газдан алғаннан кейін 2 сағат суыту керек. Ыстық қалпында формадан алуға және де кесуге болмайды. Себебі бұл қаймақ қой, ол тез жібіп кетеді, яғни формасын ұстамай қалады. Міне осындай жұмсақ, нәзік болады, өте дәмді болады. Мен қанттың орнына жаңағы сахарный пудраны қосам. Себебі қанттың түйіршіктері болады. Ал жаңағы начинкасында сахарная пудра өте жылдам еритте, өте дәмді болады. Жасап көріңіздер, ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған мен Райхан.